Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге таң жарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін балалық шағымыздың дәмі, қазіргі таңда ұмытылып жатқан кереметтей шұжық нанның жасалу жолымен бөлісемін. Шұжық нандарымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Шұжығымызды біз қойдың құйрығынан әзірлейміз. Мен осы екі түрде әзірледім. Біреуіне шұжықтың өзін ғана, екіншіне пияз қосып әзірледім шұжығымызға. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен шұжық нанымызды әзірлеуге қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, тұзымызды, шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз бен шекеріміз еру қажет. Араластыра отыра ашытқымызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз, 2 ас қасық. Жақсылап араластырып, ұнымыздың барлығын бірден салмай, жайлап араластыра отыра салсаңыздар, жұмсақ қамыр илеуіміз қажет. Венчикпен араластыру қиын болғандықтан, венчигімізді алып тастап, лопаткамызбен шешетіндегі ұндарымызды жинап, қолымызбен ұн сала отыра жұмсақ қып қамырымызды илеп аламыз. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Осы рецептпен жасасаңыздар 3 нан шығады. Үйдегі бар заттармен ғана әзірлейміз қамырын. Осылай жұмсақ қып қамырымызды илеп дайындап аламыз. Қамырымыздың бетін жауып ашытуға қоямыз. Енді қойдың құйрығын алып, жақсылап жуып аламыз. Қойдың құйрығын алып, жуып, 4 бүріштетіп барлығын турап дайындап аламыз. Осылай барлығын турап аламыз. Құйрықтың қанша грамм болғанын міндетті емес. Осылай барлығын турап құйрықтарымызды қазанымызға салып, астына от қойып, анда-санда араластырып тұрамыз. Май шығады. Сосын мен тұз қосып жердім. Тұз қосқан жерім видеоға түспей қалыпты. Осылай майы шығып, шұжықтың өзі ғана қалады. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Осымен шұжығымыз дайын. Осылай шұжығымыз өзі шығады. Енді қамырымыз ашыды. Ашыған қамырымызды жинап, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады нанымыз. Қамырын жұмсақ қып илеңіздер. Он себе отыра 3 бөлікке бөлеміз. Осы рецептпен 3 нан шығады. Дөңгелектеп жинап алып, суалағып қамырымызды. Бетін пленкамен жауып, 10 минутқа қойып қойыңыздар. Қамырымыз көтеріледі. 10 минуттан кейін бір қамырдан алып, дайындап алған шұжығымызды ортасына қосып, ортасына салып, шешетін жинап, осылай дөңгелек етіп, шұжықты ортасына қалдыруымыз қажет. Осылай листімізге салып, үстін басып дөңгелектеп. Бір жұмыртқаға 2 қасық сүтті араластырып, бетіне жағып шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Екіншіне шұжығымызға мен пияз қосып істедім. Өте дәмді болады екен пияз қосып істесеңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер. Екінші қамырымызды алып, шұжығымыз бен пиязымызды жақсылап араластырып алдым. Ортасына салып, қамырымызды жинап,
осылай бұны да дайындап аламыз. Пияз қосып екі түрде әзірледім. Бетіне жұмыртқамызды жағып, бұны да қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады екен. Осымен кереметтей шұжық нандарымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Қош сау болыңыздар. Ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.